Сәлем Астана! Тұра тұршы, мына жерге келіп тұршы, біз де сені сүйіп, жақсы көріп тұрған жоқпыз. Апай, тең мен қатардың айырмашылығы бар ма? Тұра берші, қазір бәрі солай дейді. Бақтыгүл, бізді бірінші ойда ұшасың деп едің ғой, дұрыс емес айтыпсың ғой. Сол профилентологта дұрыс бағыт бағдар бермегенсің. Қазіргі жастар өз мамандық бойынша жұмыс жасап жүрген жоқ қой. Дұрыс бағыт бағдар бермеген заманда да өздерінің мамандықтарын дәл таңдап, бүгінгі таңда Жайдарман тарихында өзінің алғаш рет мектеп директорымен және кәсіподақ басшысымен бірге келіп отырған бірден бір ұстаздар командасы. Есен аға, сонда біз әрбір маусым сайына, кино маусымына подкаст түсіріп келуіміз керек па? Соны түсінбей жатырмын. Подкаст түсірген іште емес қой, әрбір ойын сайын ажырасып келіп жүрмейік. Мысалы, мен Жайдарманға емес, семинарға келдім деп келдім. Мен Жайдарманға келдім. Минуттың 40 минутын қыдыруға, 5 минутын Жайдарман ойнауға келген ұстаздар. Біз бастаймыз. Ендеше тамашалаймыз. Өзінің сабақ барысында өзінің іс-әрекетіне мән бермейтін қазақ әдебиеті пәні мұғалімі. Тұра бұл. Оқушылар, қазақ әдебиетіндегі керемет деген 3 жады. Үлгісі көркем әдеби жанр. Ал екіншісі ол Бақтыгүл, эпостық жанр. Ал үшіншісі Аққанат. Үшіншісі қандай Аққанат? Білмеймін ғой мен. Аққанат сен неге білмейсің үшіншісін? Мынау қандай ғой? Бұл осыны сен үй тапсырмасына орындап бер. Тек қана Маңғыстау мектептерінде ғана болатын жағдай, сонымен тамашалаймыз, ата-аналар жиналысы. Сәлеметсіздер ме ата-аналар, мектебіміздің директоры келе жатыр. Сәлем берді жата. Көбісі. Сәлем берді қына. Сәлеметсіздер ме, жиналысқа келген ата-аналар, бүгінгі біздің мақсатымыз мына білім сапасы, оқу үлгерімі. Ал неде болса енді Халал апа, сіздің балаңыздың оқу үлгерімі төмен. Апай, неге Халал апа? Орамалдағы қайнапам ғой. Метал аға, сіздің балаңыздың үлгерімі өте төмен. Неге метал? Темір деген қайнағым ғой, темір аты. Марат аға, сіздің балаңыздың үлгерімі де сапа, оқу үлгерімі, тәртібі барлығы нашар. Апай, Марат не туған қайнағаңыз емес пе? Құлақ естімейді бәрібір. Келін, кешке біздің үйде келінше келерсіңдер. Оң болсын, Айналайын. Құрметті жоғарыдағылар, өтініш мұғалімнің айлығымен қоса абыройында көтеріп қойсаңыздар. Ең болмаса, құттай бір бүйтіп қақып алуға рұқсат етсеңіздер, болмаса оқушылар мұғалім сыйлаудан қалды. Кино маусымында сіздермен бірге болған Ақтау қаласы Фариза Оңғарсынова атындағы номері 29 мектеп гимназиясының ұстаздары. Ұстаз зана ұстаз ұлы кемеңгер, тілін алсаң, танымың да тереңдер, шықты талай сол ұстаздың алдынан, жер бетінде мен мықтымын дегендер. Рахмет, Астана!
Farizaday atılmadın Allah.